Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'd. İslam dinidagi ma'noli saboqlarni жалғастырамыз. O'tgan pәнімізде, ya'ni Qur'on pәнінен biz Fatiha сүресін o'tgan edik. Al bugungi sabog'imizda biz Ayatul Kursi'nin ma'nosin o'tamiz. Alloh taolo Qur'on Karimde сүрелер жинады. Және сол сүрелердің ішінде аяттар жинады. Әрбір сүре бір-бірінен абзал және ерекше болып келеді. Және сол сияқты аяттар да бір-бірінен абзал болып, ұлы болып ерекшеленеді. Құранда ең ұлы сүре ол Фатиха сүресі. Себебі бұл сүренің ішінде Құрандағы бүкіл мағынаның бәрін қамтыған. Және Аллах Тағаланың осы Құранды түсіру мақсатын осы сүреде баяндаған. Және елшілердің жіберу мақсатын осы Фатиха сүресінде баяндаған. Сонымен Фатиха сүресі ұлы сүре болып саналады. Дәл сол сияқты Құранда аят бар. Ол аят ұлы аяттардан болып саналады. Басқа аяттарға қарағанда бұл аят Аллах Тағала турасында айтылғасын ерекше болып саналады бұл аят. Бұл аят Аятул Курси дейді. Аятул Курсидің ерекшелігі неде деп сұрақ қоямыз. Неге Аллах Тағала Аятул Курсиді ерекшеледі? Және неге Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аятул Курсиді намаздан кейін оқуға бұйырды? Түнде ұйықтар алдында оқуға бұйырды. Және таңертең кешкі дұғалармен бірге айтуға бұйырды. Себебі Аятул Курси аяттың басынан бастап соңына дейін Аллах Тағала турасында айтады. Аллах Тағаланың көркем есімдері турасында айтады. Және Аллах Тағаланың ұлы сипаттары турасында айтады. Енді бұл аяттың ерекшелігіне келетін болсақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде келеді. Убай ибн Кааб бұл хадисті жеткізеді. Бұл хадисте Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Убай ибн Каабқа былай деп айтады: «Я Аба Мунзир, атадри айю аятин мин китабиллахи ма'ака а'зам?» Ей Абу Мунзир, сен білесің бе, Алланың кітабында, яғни сен жаттаған Алланың кітабында қандай аят ұлы болып саналады? Яғни қандай аят ұлы аят болып саналады дейді. Сонда сахаба Убай ибн Кааб былай деп жауап береді: Аллаху ва расулуху а'лам. Яғни Аллах Тағала және оның елшісі біледі деп жауап қайтарады. Яғни Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға құрметті ретінде оның жауабын Аллахтың елшісінен күтеді. Кейін Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екінші рет сұрайды: «Я Аба Мунзир, атадри айю аяти мин китабиллахи ма'ака а'зам?» Ей Абу Мунзир, сен білесің бе, Алланың кітабында ең ұлы аят қандай аят екен? Сонда Убай ибн Кааб Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям оның жауап бергенін қалап тұрғанын білді. Кейін Убай ибн Кааб өзі жауап береді: «Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қайюм» деп аяттың басын айтады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Убай ибн Каабқа: «Аллахпен ант етейін, Аллах Тағала сенің біліміне береке берсін» деп кеудесінен ұрады. Сонда Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Убай ибн Кааб жауап бергеннен кейін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оның кеудесінен ұрып: «Аллахпен ант етейін, Аллах Тағала сенің біліміне береке берді, саған береке болсын осы білім» деп кеудесінен ұрады. Яғни бұл хадистен Аятул Курсидің ерекше екенін білеміз бұл хадистен. Себебі Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям жай бір сахабадан сұраған жоқ. Керісінше бұл сахаба Убай ибн Кааб Қорилардың ғалымы болған сахаба, тәфсир ғылымын білетін болған, фақих болған, және неше түрлі қирааттарды білетін сахаба болған. Бұл сахаба ансарилерден болған сахаба. Байатул Ақаба кезінде ислам дінін қабылдаған, яғни 70 ансарлардың арасында болған сахаба. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүниеден өткеннен кейін бұл сахаба ибадатқа бет бұрып құлшылық жасайтын болған. Кейін адамдар оның біліміне мұқтаж екенін көргесін, яғни білім беруге, білімді таратуға, үйретуге кіріскен сахаба. Яғни бұл жай сахаба емес, яғни ислам дінін Құран Кәрімді терең мағынасымен түсінетін сахабалардың бірі. Хиджраның 30 жылында Убай ибн Кааб Медина қаласында дүниеде өтіп, сол жерде жерленген. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Убай ибн Каабтан сұраған кезде оның Құран Кәрімді жақсы көретін және Құран Кәрімді жақсы түсінетін білгесін одан сұрақ қойды. Яғни Құран Кәрімнің ішінде қандай аят ұлы аят болып саналады дейді. Енді Убай ибн Каабтың түсінгені Алланың кітабында ең ұлы аят ол Аллах Тағала турасында айтылған аят. Себебі Алланың кітабында жаннат турасында айтылды, тозақ турасында айтылды, пайғамбарлардың өмір баяндары айтылды. Соған қарамастан Убай ибн Кааб, яғни Аллах турасында айтылған аят ол ұлы аят екенін түсінді. Сөйтіп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға жауап берген кезде ол Аятул Курси деп жауап берді.
Бұл аятул курсиде аяттың басы Алланың есімімен басталады, және бұл аяттың соңы Аллахтың есімімен аяқталады. Яғни бұл аяттың ерекшелігіне көрсетеді, ұлы екендігіне көрсетеді. Тек қана Аллах Тағала турасында айтылған аяттар және тек қана Аллах Тағала турасында айтылған сүрелер, олар ең ұлы сүре болып, ең ұлы аяттар болып саналады. Сол себепті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам осы аятул курсиді әр намаздан кейін айтуға бұйырды. Және жатар алдында айтуға бұйырды. Және таңертең кешкі дұғаларда айтуға бұйырды. Себебі бұл аятул курсиде Аллах турасында айтылады, Аллахтың есімдері турасында айтылады, және оның сипаттары турасында айтылады. Аллахтың есімдері өте көркем, және оның сипаттары өте ұлы. Сондықтан да адам баласы Аллах турасында естіген кезде, ол Аллах Тағалаға иман келтіру керек. Сондай Аллах Тағала өзінің кітабында және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннетінде, хадистерінде Аллах Тағала өзінің есімдерін атағандай, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Аллахтың есімдерін атағандай, солай иман келтіру керек. Және Аллах Тағала өзінің сипаттағандай, және Аллахтың елшісі Аллах Тағаланы сипаттағандай иман келтіру керек. Ешбір өзгертусіз, яғни мағынасында әрпінде өзгертуге болмайды, және жоққа шығаруға болмайды. Және бір түрге салмаймыз, яғни осындай түрде болады деп айтпаймыз Аллах Тағаланы есімдері мен сипаттарын. Және Аллах Тағаланың есімдері мен сипаттарын біз ешбір жаратылысқа ұқсатпаймыз. Аллах Тағала Құранда айтқандай: "Лайса камислихи шей ва хуа ас-самиул басир". Аллах Тағалаға еш нәрсе ұқсас емес, және еш нәрсе тең болмайды. Ол пәк, ол ұлы Аллах Тағала. Өзіне тән сифаттары мен өзіне тән есімдері бар. Оның есімдері көркем, және сифаттары ұлы. Аллах Тағала осы аяттың жалғасында "ва хуа ас-самиул басир" деді. Аллах Тағала Ас-Сами' дейтін есімі бар, мағынасы естуші, барлық нәрсені естуші. Жасырын болған, жария болған нәрсенің бәрін естуші. Және Аллах Тағаланың Әл-Басир дейтін есімі бар, яғни мағынасы көруші деген сөз. Аллах Тағала барлық нәрсені көреді. Жария болған, жасырын болған нәрсенің барлығын көреді. Яғни Аллах Тағаланың есімдері мен сифаттары тек атауында ғана адамдардың өміріндегі есімдері мен сифаттарға ұқсас. Ал мағынасына келетін болсақ, және түріне келетін болсақ, ұқсастыққа келетін болсақ, ол тек қана Аллах Тағалаға өзіне тән болған, өзіне лайықты болған есімдер, өзіне тән болған, өзіне лайықты болған көркем сифаттар. Біз Аллах Тағаланың есімдері мен сифаттарын өзіне лайықты және өзіне тән болған есімдер мен сифаттар деп атаймыз. Енді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам аятул курсиді қай жерде айтуға бұйырды? Аби Умамадан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам былай деп айтқан: "Ман қараа дубра кулли салатин мактубатин аятул курси лам ямнаху мин духулил джаннати илля ан ямут". Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұл хадисте былай деп айтқан: Кім фарыз намаздан кейін аятул курсиді оқитын болса, оған жәннатқа кіруге тек өлімнен басқа еш нәрсе кедергі болмайды дейді. Яғни бұл хадисті Ан-Насаи риуаят еткен. Бұл хадистің мағынасында жәннатқа кіру үшін еш нәрсе кедергі болмайды, егер сен фарыз намаздан кейін аятул курсиді айтқан болсан, аятул курсиді оқыған болсан. Аятул курсиді жай бір оқу, жай бір айту емес бұл жерде. Яғни Аллах Тағаланы ұлықтап, Аллах Тағаланы мадақтап, сондай пәктеп, мағынасын түсініп оқыған болсан аятул курсиді, Аллахтың елшісі саған жәннатты уәде етті. Сенің жәннатқа кіруіне тек қана өлім кедергі дейді. Яғни өлім болғаннан кейін бар сен жәннатқа кіре аласың. Парыз намаздардан кейін айтқан болсан, сен жәннатқа кіресің дейді. Тек сені ұстап тұрған нәрсе не дейді? Өлім дейді. Өлгеннен кейін Аллахтың елшісі саған уәде етті жәннат екенін. Енді басқа хадистерде келетін болсақ, Абу Хурайра радиаллаху анхудың қиссасында келеді бұл аятул курси жатарда айту турасында. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бір күні Рамазан айының зекеттерін кім сақтайды деп сұрайды. Сонда Абу Хурайра мен сақтаймын дейді. Абу Хурайра пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға сол Рамазан айының зекеттерін, тамақтарын сақтауға бұйырады. Кейін Абу Хурайра радиаллаху анху үйіне алып кетіп қойғаннан кейін түнде жатарда бір адам келіп, сол тамақтарды қопарып ұрлайын деп жатыр. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху оны ұстап алып, сен не істеп жатсың деген кезде, ол кісінің жауабы: менің жағдайым төмен, кедеймін дейді. Бала шағам
қарны аш дейді, жанұям кедейшілікте, өте қиын жағдайдамыз, мені жіберші, мен енді келмеймін деп сөйтіп өтінеді. Абу Хурайра радиаллаху анху Рамазан айын зекетін жеп жатыр, ұрлап жатырған адамды пайғамбарымызға алып келгісі келді. Бірақ ол өзін жағдайын айтып, өзін сондай кедейшілік қиын жағдайда болғасын осыған бардым деп түсіндіргеннен кейін оны аяп жіберіп қояды. Кейін таң атқаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайра радиаллаху анхуды көрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды: "Ей Абу Хурайра, кеше ұстап алған адамды не істедің?" деді. Сонда Абу Хурайра ол өзінің қиын жағдайда екенін айтқаннан кейін, оның жанұясы өзі кедей жағдайда, жанұясы кедейшілік жағдайда екенін түсіндіріп айтқаннан кейін оны аяп жіберіп қойдым дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Хурайраға ол өтірік айтты дейді, бірақ қайтып келеді дейді келесі түні. Содан кейін Абу Хурайра оны келесі түні күтеді, екінші түні күтеді. Сол кезде жаңа адам келіп зекеттің тамақтарын қопарып жеп жатады, немесе жинап жатады шашып. Сонда Абу Хурайра оны ұстап алып пайғамбарымызға алып барам деген кезде ол тағы да өзінің жағдайын айтып, жіберші, енді келмеймін деп уәде береді. Енді келмеймін, менің жағдайым қиын, менің жанұям өте қиын жағдайда, олардың кедей жағдайда болғасын осындайға барын деп өзінің жағдайын айтады. Сондай аянышты етіп Абу Хурайра радиаллаху анхуға сөйтіп түсіндіреді. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху оны аяп жіберіп қояды. Келесі күні таң атқаннан кейін Абу Хурайра пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям көрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям одан сұрайды: "Кеше ұстап алған адамды не істедің?" дейді. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху оны аяп жіберіп қойдым дейді. Себебі жанұясы қиын жағдайда, кедей болғасын, кедейшілік болғасын сөйтіп тамақты ұрлап жүргенін айтты дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям оған айтады: "Ол өтірік айтты" дейді. "Ертең күні қайтып келеді" дейді ол. Сонда Абу Хурайра шешімді түрде енді келсе мен оны ұстап пайғамбарымызға апарам дейді. Үшінші түні күткен кезде сол жаңағы адам келіп Рамазан айына дайындап қойған зекеттерді, тамақтарды, соны кері қопарып жинап жатырған, шашып жатырған, алып кеткісі келіп жатырған көреді. Сонда Абу Хурайра оны ұстап алып, жұлқылап оны пайғамбарымызға алып барам деді. Ол жалынып, өтініп, енді келмеймін, мені жіберші, мен жанұям қиын жағдайда, мен кедейшіліктемін, мен сол үшін осындай тамақтарға, рұқсатсыз тамақтарды алып кетуге мәжбүр болдым деп сөйтіп өзінің өзірін айтады. Ұрлауға, сөйтіп ұрлыққа бардым деп сөйтіп өзірін айтады, қиын жағдайға тап болғасын. Бірақ Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сөзіне сеніп, ол өтірік айтады. Ол қайтып келеді деп айтты. Сөйтіп оны жұлқылап пайғамбарымызға алып барам дейді. Сонда жаңағы адам, ұрлап жүрген. Расында ол адам емес, ол шайтан адам бейнесінде келген. Сөйтіп тамақты ұрлап жүрген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям алып барам деген кезде, және Абу Хурайраның шешімді түрде жұлқылап жібермегенін көрген кезде, сол шайтан қорыққаннан өзінен сақтанатын бір сөздерді айтып қояды. Ол қандай сөз? Мен саған бір сөздерді үйретемін дейді. Егер сен соны айтсаң, мен түнде келмеймін дейді саған. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху оның сөзіне мән беріп, не сөз деген кезде, егер сен аятул курсиді түнде оқысан дейді, Аллах Тағала сені сақтайды, және шайтан саған келмейді дейді. Сөйтіп ол сөзге мән беріп, Абу Хурайра радиаллаху анху оны аяп, тағы да жіберіп қояды. Келесі күні Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям кездескен кезде, көрген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сұрайды: "Кешегі адам не істедің?" дейді. Сонда Абу Хурайра айтады: "Оны тағы да аяп жіберіп қойдым" дейді. Бірақ ол өзінше маған айтты: "Егер аятул курсиді оқысан" дейді, "түнде мен саған келмеймін, Аллах сені сақтайды" деп айтты дейді. Түнде шайтан саған келмейді, Аллах сені сақтайды деп айтты дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям расында ол шын айтты, бірақ ол өтірікші дейді. "Сен білесің бе, кім саған сол 3 түні бойы келіп жүрген" дейді. Сонда Абу Хурайра радиаллаху анху Аллах оның елшісі біледі деп айтқан кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: "Бұл шайтан" дейді. Келіп тамақ ұрлап жүрген. Осы хадистен алынатын пайда, аятул курсиді кімде-кім жатар алдында оқитын болса, түнімен таң атқанша дейін оған ешбір шайтан әсер етпейді. Ешбір шайтан келіп оған зиян тигізе алмайды. Және де басқа хадистерде келеді, таңертең кешкі дұғалардың ішінде осы аятул курсиді айту керек деген. Бұл пайғамбар сүннеттері. Кімде-кім бұл сүннеттерді орындайтын болса, ол пайғамбарымыздың артынан ерген болады. Ал кімде-кім пайғамбарымыздың артынан ерген болса, ол Аллах Тағаланың махаббатына ие болған болады. Аллахтың махаббатына ие болған адам, ол жәннатқа кіретін адам. Аллах Тағала жақсы көретін құлдарын жәннатқа кіргізеді.
Ал жақсы көретін құлдары пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам артынан ереді. Аллах тағала Құранда айтқандай, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: "Қул ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттабиуни юхбибукумуллах ва яғфир лакум зунубакум валлаху ғафур рахим." Айт оларға, егер сендер Аллах тағаланы жақсы көрем десеңдер, маған еріңдер деп айт дейді. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға еріңдер деп айт дейді. Сол кезде еретін болсаңдар, Аллах тағала сендерді жақсы көреді және күнәларыңды кешіреді. Аллах тағала әл-ғафур, күнәларды кешіруші, ар-рахим, мейіріміне бөлуші. Енді бұл хадистерден біз аятул курсиге қалай амал жасау керек екен, қалай аятул курсимен өмір сүру керек екенін түсіндік. Бұл хадистерден. Енді аятул курсидің өзіне тоқталайық. Аятул курси не мағына береді? Бұл аяттың ішінде қандай есімдерді қозғайды Аллах тағала және қандай сифаттарды өзіне бар екенін сипаттайды. Аятул курси 10 сөйлемнен тұрады. Яғни 10 сөйлемнен жиналған аят. Және ең бастапқы аяттың басы Аллах деп басталады. Аллахтың ұлы есімімен басталады және Аллахтың ұлы есімдерімен аяқталады. Яғни бұл аят 10 сөйлемнен жиналған аят. Кейін бұл сөйлемнің барлығы Аллах тағала турасында хабар береді. Яғни басында Аллах дейді, кейін айтады ла илаха илля хуа дейді. Яғни осылай Аллах тағаланың есімі бұл аятта бастауыш болады. Қалған 10 сөйлем бәрі баяндауыш болып саналады. Яғни Аллах тағаланың қандай екенін, кім екенін баяндайды. Бұл аятул курси ең бірінші басталған кезде Аллах деп басталады. Аллах деген есім ол ұлы есім. Бүкіл есімдер осы есімге қайтады. Аллах деген есімнің негізі түбір сөздері алаха деген сөзден шыққан. Яғни құлшылық қылынатын илах деген мағына. Алаха я'лаху илахатан. Яғни құлшылық қылынатын және құлшылық қылатын илах деп аталады. Асылы әл-илах деген мағына. Асыл сөзі әл-илах деген сөзден шыққан, кейін көп қолданғансын хамза әрпі түсіп Аллах деп аталып кеткен. Осы Аллах тағаланың есімі, ол ұлы есім. Бүкіл есімдер Аллах деген есімге қайтады. Және Аллах тағаланың есімі ықылас сөзі, ықылас есімі дейді. Аллах тағаланың есімінің бір ерекшелігі, Аллах деп айтқан кезде ерінмен тістің қозғалу қажет емес. Жай тек қана тілмен ешкім естімейтіндей етіп Аллах деп айтуға болады. Кейін осы Аллахтың есімінен кейін Аллах тағала өзін сипаттайды. Аллаху ла илаха илля хуал хайюл қийюм. Енді бұл жерде біз қазір осы аятул курсиді толықтай түсіндіреміз. Бірінші Аллахтың есімін түсіндірдік. Кейін ла илаха илля хуа. Аллах тағала өзінен басқа құлшылыққа лайықты ешқандай илах жоқ дейді. Ешқандай тәңір жоқ, ешқандай құдай жоқ деп айтады. Яғни адамдар өздерінің тілдерінде тәңір дейді, өздерінің тілдерінде құдай дейді, бірақ біз Аллах тағаланы өзін атағандай атаймыз. Аллах тағала бізге бұйырды өзін кітабында және пайғамбар сүннетінде қалай атаған болса есімдермен солай атауға бұйырды. Яғни Аллах тағаладан басқа ешқандай илах жоқ. Илах деген ол Аллахқа тән болған сифат, Аллахқа тән болған есім. Ла илаха илля хуа. Одан басқа құлшылыққа лайықты илах жоқ. Ла илаха илляллах сөзі екі рукынды қамтиды. Бірінші жоққа шығару, екінші бекіту. Жоққа шығару деген кезде ла илаха. Яғни ешқандай құлшылыққа лайықты илах жоқ. Яғни құлшылыққа лайықты ешқандай илах жоқ. Яғни жоққа шығару керексің. Міндетті түрде сен жүректегі бүкіл илахтардың бәрін жоққа шығару керексің. Кейін барып илля хуа, яғни тек қана ол Аллах тағала ғана құлшылыққа лайықты деп жүрегіне бекіту керексің. Бірінші рукын жоққа шығару, екінші рукыны бекіту, тұрақты ету жүрекке. Осы ла илаха илляллахтың мағынасы. Кейін оның шарттары бар. Вахб ибн Мунаббихтен сұраған кезде ла илаха илляллах жәннат кілті емес пе деген кезде иә деді. Бірақ әрбір кілттің өзінің тісі бар деді. Кімде-кім сол кілтті тісімен бірге алып келетін болса дейді, яғни кілтті тістермен бірге келетін болса, ол жәннатқа кіре алады дейді. Ал оның тістері ол ла илаха илляллахтың шарттары. Бірінші білім осы ла илаха илляллах сөзін білу, яғни ла илаха илляллахтың сөзінің мағынасын білу. Екінші айқын сеніммен айту, және үшінші ықыласпен айту, төртінші оны рас деп бекіту, және бесіншісі оны жақсы көру, алтыншысы одан келген бұйрықтар мен тыйым салғандарға бағыну, және жетіншісі барлық осы ла илаха илляллах сөзінің талаптарын қабылдау. Және сегізіншісі ғалымдар қосады, Алладан басқаға құлшылық қылатын
барлық нәрсеге кәпір болу керек. Яғни сен Алладан басқа құлшылық қылатын нәрселерге иман келтіруге болмайды, оларға күпірлік қылу керек. Сен тек қана Аллаға ғана иман келтіру керексің. Осы ла иляха иллаллахтың шарттары. Бірінші сөйлем ол Аллаху ла иляха илля хуа. Енді кейінгі сөйлем әл-хайюл қийюм. Аллаху әл-хайюл қийюм. Аллах тағаланың көркем есімдерінің бірі, ұлы есімдерінің бірі әл-хайюл қийюм. Әл-хай дейтін Аллахтың есімі мағынасы тірі деген сөз. Яғни бұл дүниеде адам баласы дүниеге келумен тірі болады. Яғни адам баласы анасын құрсағында болған кезде оған жан берілумен ол тірі адам болып саналады. Бұл адамның сипатындағы тіршілік. Ал Аллах тағаланың сипатындағы тіршілік оның басы жоқ. Яғни Аллах тағала тірі болуына бастауы жоқ, басы жоқ. Және Аллах тағаланың тірі болуына шеті жоқ, аяқталуы жоқ. Яғни Аллах тағала мәңгі тірі болушы, ешқашан өлмейді. Аллах тағаланың әл-хай дейтін есімі бар. Мағынасы мәңгі тірі, ешқашан өлмейді деген мағына береді. Келесі есімі әл-қийюм. Әл-қийюм деген сөздің мағынасы Аллах тағала бүкіл жаратылысының қажеттерін өтейді деген сөз. Яғни өзі Аллах тағала барлық жаратылысының қажеттерін қадағалап, кім не алды, кімге не берілді, не берілмеді, соның бәрін қадағалаушы. Яғни Аллах тағалаға керісінше барлық жаратылыс Аллахқа мұқтаж. Аллах тағала олардың жүректерін соққызбай қойса, олар еш нәрсе істей алмайды. Аллах тағала оларға тыныс алуды бермесе, олар ауа жұта алмайды, тыныс ала алмайды. Яғни бұл Аллах тағаланың құдіреті. Яғни осы әл-қийюм деген Аллах тағаланың қийюм дейтін есімі бар болумен біз осы әлемде бармыз. Осы әлемде өмір сүріп жатырмыз. Әл-қийюм дейтін есімі бар болу себепті. Егер Аллах тағала әл-қийюм болмаса, адам баласы болмайды. Аллах тағала әл-хай болмаса, адам баласы болмайды. Аллах тағала әл-хай мәңгі тірі, ешқашан өлмейді. Ода өлу дейтін сифат жоқ. Мәңгі тірі болған Аллах тағала әл-хай мәңгі тірі болғасын, жер бетінде жаратылыстар бар. Және Аллах тағала әл-қийюм бүкіл жаратылыстың қажеттерін беруші, өтеуші және қадағалаушы болғасын, біз осы жерде ауа жұтамыз, өмір сүреміз, бала шаға, семья, дүние, мал, мүлік, осының барлығына Аллахтың көмегімен ғана жетеміз. Осы әл-хай, әл-қийюм екі есімнің мағынасы. Және пайғамбар саллаллаху хадисінде келгенде, ғалымдар ұлы есімдер қандай деген кезде, ол осы екеуі дейді. Кейбір ғалымдар Аллах ол ұлы есім дейді. Кейбір ғалымдар әл-хайюл қийюм ұлы есімдер дейді. Яғни егер де осы ұлы есімдермен сұралынатын болса, әл-хайюл қийюммен сұралынатын болса, міндетті түрде оның сұрағанын Аллах тағала береді. Міндетті түрде дұғасын Аллах тағала қабыл етеді дейді. Осылай ғалымдар осы ұлы есімдерді түсіндіріп баяндаған. Кейін аяттың жалғасында Аллах тағала ла таъхузуху синату ва ла наум дейді. Аллах тағаланы ұйқының алғашқы қадамдары баспайды, және Аллах тағала ұйықтамайды. Бұл жерде сина деген сөз адамның көзі қалқып ұйқысы келген жағдайы. Бұл адамға тән болған сифат. Ан-наум деген сөз ұйқы деген мағына береді. Адамның кәміл болған сифатынан ол ұйықтайды. Ал Аллах тағаланың ондай сифаты жоқ. Аллах тағала ешқашан көзі қалқып ұйқыға кетпейді, есінемейді Аллах тағала. Және Аллах тағала ешқашан ұйықтамайды. Бұл неге дәлел? Аллах тағала адам баласына жаратылысқа ұқсас емес. Аллах тағала өзіне пәк болған, ұлы болған есімдері мен сифаттары бар. Аллах тағала ешбір нәрсеге мысал болмайды. Біз сабақ басында айттық, Аллах тағала аятта айтады: "Лейса камислихи шей ва хуа ас-самиул басир". Аллах тағалаға ешқандай бір мысал жоқ, және еш нәрсе оған тең емес. Яғни Аллах тағала шаршамайды. Егер Аллах тағала өзінен бір нәрсені жоққа шығарған болса, ол оған қарамайшы нәрсені бекітті деген сөз. Қарамайшы нәрсе не ол? Аллах тағала шаршамайды деген сөз. Ұйқысы келіп қалғымайды, ұйықтамайды. Аллах тағала бұл жерде өзінен осындай адамда болатын сифаттарды жоққа шығарды. Аллах тағала пәк, ұлы, өзіне тән сифаттары бар. Ол Аллах тағала әрдайым тіршілікте, әрдайым адамның өмірін бақылаушы, қадағалаушы. Аллах тағала әл-хайюл қийюм, мәңгі тірі, ешқашан өлмейді. Және әл-қийюм мәңгі адамдардың қажеттерін өтеп тұрушы. Яғни Аллах тағала әрдайым адамдардың, жаратылыстардың қажеттерін өтеуші. Кейін төртінші сөйлемде Аллах тағала не дейді? Аллах тағала лаху ма фис самауати ва ма фил ард дейді. Яғни Аллаху лаху ма фис самауати ва ма фил ард. Аллах тағала
оның мүлкісінде 7 қабат аспан және соның ішіндегілер, және 7 қабат жер және соның ішіндегілер. Яғни бұл жерде Аллах Тағаланың мүлкісін қараңыздар. Аллах Тағала соншалықты бай, соншалықты ұлы, еш нәрсеге ол мұқтаж емес. Керісінше, оның қол астындағы жаратылыстың бәрі оған мұқтаж. Яғни оның мүлкісі, яғни сенікіндей емес, сен бір мүлкін дүние болар, бала шағам болар, немесе бір мансабын болар, немесе бір авторитетін болар сен мүлкін. Бірақ Алланың мүлкі 7 қабат аспан және 7 қабат жер. 7 қабат аспанның ара қашықтығы айдалада, Сахара жерінде, пустыня жерінде бір сақинаны лақтырған кезде сен көзің жете ме қай жерде тұрғанына? Жетпейді о. Яғни жетсе де бір нүкте сияқты көресің, 7 қабат аспанның арасы бір-бірінің, яғни бірінші қабат пен екінші қабаттың арасы, яғни Сахара пустыня жерге бір сақинаны лақтырғандай дейді. Егер осындай алыстықта ара қашықтық болса, онда 7 қабаттың жетеуінің ара қашықтығы қаншалықты алыс? Осының бәрінің иесі кім? Аллах Тағала. Субханалла. Аллах Тағаланың мүлкісін ойлап қара. Сонда ана сен Аллахқа деген үмітін, Аллахтан деген қорқуын, Аллахқа деген махаббатын сен артады, көбейеді. Егер сен сөйтіп Аллах Тағаланың мүлкісін білетін болсан, қаншалықты ол бай екенін көретін болсан, ешқашанда сен үміт үзбейсің Аллахтан. Егер Аллах Тағаланы дұрыс білетін болсан, қандай екен, қаншалықты ол бай екен, қаншалықты ол көркем есімдері бар, ол сифаттарын білген сайын сенде Аллахқа деген махаббатын артады. Аллах Тағалаға деген үмітін артады. Яғни Аллахтың құзырында бар нәрсеге үміттенесің. Оның құзырында бар нәрсе ол Аллах Тағаланың бірінші ризалығы. Аллах Тағала сені жақсы көруі. Соған үміттеніп сен Аллах жақсы көретін амалдар жасайсың. Кейін Аллах Тағала саған беретін сыйы, ол сауаптары және жәннаты. Осыған сен үміттеніп жақсы амалдар жасауға асасың. Және де Аллах Тағаланың азабынан, Аллах Тағаланың жазасынан қорқуға тырысасың. Аллах Тағала, егер Аллах Тағаланың әміріне бойсынбасаң, осындай жаза болады, осындай адамдар лағнетіне ұшырайды, осындай адамдар тозаққа кіреді деген кезде сен қорқып, сол нәрседен алыс боласың. Осы Аллах Тағала бір сөйлемде өзінің бүкіл мүлкісін түсіндіріп айтты. Субханалла, қараңыздар, бір сөйлем ішінде Аллах Тағаланың қаншалықты бай екенін білдік. Бүкіл 7 қабат аспан, бүкіл 7 қабат жер және соның ішіндегі бәрі Аллах Тағаланікі. Бәрі Аллахқа мұқтаж. Аллах Тағала барлығын өмірін қадағалап басқарушы. Кімді тірілтеді, кімді өлтіреді, кімге ризық береді, кімге ризық бермейді, осының бәрін қадағалап Аллах Тағала басқарып тұрады. Кейінгі сөйлемде, яғни бұл аяттың ішінде кейінгі сөйлем, яғни 5-ші сөйлемде Аллах Тағала не дейді? Ман заллази яшфау индаху илля биизних. Аллахтың алдында шапағат ету тек қана Аллахтың рұқсатымен болады дейді. Ешкім Аллахтың алдында шапағат ете алмайды, Аллах Тағала рұқсат етпегенше. Бұл жерде шапағат қиямет күні болатын шапағат турасында айтылып жатыр. Яғни кім шапағат етеді Аллахтың алдында? Егер Аллах Тағала рұқсат етпесе, кім шапағат етеді? Әрине Аллах Тағала рұқсат ету керек шапағат етуге. Және Аллах Тағала басқа аятта илля мин баъди ан я'заналлаху лиман яша ва ярда дейді. Аллах Тағала рұқсат етіп және риза болғандарға ғана шапағат етіледі дейді. Аллах Тағала рұқсат етеді кімге? Шапағат етуші құлына рұқсат етеді шапағат етті. Бірақ та Аллах Тағала екеуіне риза болу керек. Сонда ғана шапағатқа ие болады. Бірінші шапағат етуші адамға Аллах Тағала риза болады. Екінші шапағат етілетін адамға Аллах Тағала риза болу керек. Яғни Аллах Тағаланың шапағаты орындалу үшін 2 шарты болу керек. Бірінші Аллах Тағаланың рұқсаты, екіншісі Аллах Тағаланың ризалығы. Аллах Тағаланың рұқсаты шапағат етуші адамға беріледі. Және Аллах Тағаланың ризалығы шапағат етілетін және шапағат ететін адамға беріледі. Аллах Тағала шапағат етілетін адамға риза болса, мысалы бір адамды тозаққа кірген болса, иманы бар адам тозаққа кірді. Аллах Тағала оған риза болып, сол иманына риза болып, оны тозақтан шығарғысы келеді. Сол кезде бір құлына таңдап, оны сондай құрметпен бөлейді. Не құрмет? Шапағат ету деген құрметпен бөлейді. Оған рұқсат етеді. Барда осы пәленшені шапағатшы бол дейді. Сөйтіп ол құлы Алланың рұқсатымен, Аллах Тағала оған риза болумен, сол риза болған құлына шапағат етіп, оны тозақтан шығарады. Яғни бұл шапағаттың шарттары. Және кейбір ғалымдар осы шапағаттың шарттарына 3-ші шартты қосады, ол шапағат болудың уақыты дейді. Шапағаттың өзінің арнайы уақыты бар, ол қиямет күні болатын уақыт.
Яғни бұл дүниеде шапағат болмайды. Бұл дүниеде мушриктер өздерінің табынатын илахтарына табынған кезде, пұттарына немесе солихалы адамдарға табынып, олардан жалбарынып дұға тілеген кезде, олардан сұраса, неге олай істейсіңдер деп сұраған кезде, олар айтады, біз осыларға табынамыз, осылардан сұраймыз, Алланың алдында бұлар бізге шапағат етеді дейді. Яғни мушриктердің айтқан сөздері бұл дүниеде. Аллах Тағала олардың сөздерін жоққа шығарды. Бұл дүниеде олар шапағат етпейді. Сен білесің ба, кім саған шапағат ететін, әлде Аллах Тағала біле ме кімге шапағат ету керек екен? Яғни сен таңдайсың ба шапағат етушіні, әлде Аллах Тағала таңдай ма шапағат етушіні? Аллах Тағала шапағатты тек қана таухид иелеріне береді. Иман келтірген құлдарына береді. Және иман келтірген құлдары, таухид ұстанған құлдары шапағатқа ие болады. Одан басқалар шапағатқа ие болмайды, және шапағат етуге ешкімге рұқсат етілмейді. Кейін осы аяттың жалғасында 6-шы сөйлемде былай деп айтады. Я'ламу ма байна айдихим ва ма халфахум. Аллах Тағала адам баласын қазір болатын және алда болашақта болатын бүкіл өмірін біледі, тағдырын біледі. Және адам баласының өткен өміріндегі болған іс-әрекеттің, айтқан сөздерін, амалдарын барлығын біледі Аллах Тағала. Яғни бұл жерде Аллахтың білімі өте кең. Аллах Тағала құлын жаратып тастап қоймады. Өткен өмірінде болған нәрселерін бәрін Аллах Тағала кітапқа белгілеп жазып қоюшы. Жазып қоюға бұйырды періштелерге. Және алдағы уақытта не болатын, қандай жағдай болатын, немен кездесетін, қашан өлетін, ажалы қашан екенін Аллах Тағала бекітіп қойды. Бұл Аллах Тағаланың білімі. Яғни Аллах Тағала өзінің қандай құдіретті, білімі кең екенін баяндап жатыр. Аллаху я'ламу ма байна айдихим ва ма халфахум. Аллах Тағала олардың алдарында болашақта болатын немесе қазір болатын жағдайларын біледі. Және өткен болған жағдайларын біледі. Қандай қиыншылыққа тап болған, қандай жағдайларға тап болғанын Аллах Тағала біледі. Қандай күнәлар жасағанын Аллах Тағала біледі. Қандай солихалы амал жасағандарын Аллах Тағала біледі. Осы Аллах Тағаланың кең білімі. Кейін осы аяттың жалғасында Аллах Тағала айтады: "Вала юхитуна бишайин мин илмихи илля бима ша". Олар Аллах Тағаланың білгеннен басқа артық еш нәрсе білмеді дейді. Және Аллах Тағаланың білімін, яғни не білетін жаратылыстар біле алмайды. Керісінше Аллах Тағала оларға белгілі бір мөлшерде ғана білім береді. Сол мөлшерде берілген білім әркімде әртүрлі. Әркімде әртүрлі білімі бар. Соған сәйкес, өзінің біліміне сәйкес адам баласы өмір сүреді. Яғни бұл Аллах Тағаланың құдіреті деген сөз. Адам баласы көп нәрсеге жеттім де ойлайды, көп нәрсе білем де ойлайды. Бірақ ол Аллах берген білімнен артық еш нәрсе білмейді. Аллах Тағала пайғамбарға берген білімді басқа құлдарына бермеді. Немесе басқа құлдарына берген білімді пайғамбарларға бермеді. Әркімнің білімі өзіне сәйкес күйде берді Аллах Тағала. Яғни бұл Аллах Тағаланың ұлықтығы. Аллах Тағала өзінің құлдарын басқарушы екенін көрсетеді. Сондықтан да адам баласы 10 жерден мықты жаттадым десін, мықты кітаптарды оқыдым десін, қандай бір жерге бардым, сафар қылдым десе де, ол Аллахтың білгеннен артық еш нәрсе біле алмайды. Яғни Аллах Тағала берді, нәсіп етті, сәттілік берді сол білімге ие болуға, сонда ғана ол ие болды. Бұл аяттың мағынасы. Яғни бұл сөйлемнің мағынасы. Кейін, яғни васиа курсиюху самауати вал ард. Бұл жерде Аллах Тағаланың курсиі аспандар мен жерді қамтиды дейді. Аллах Тағаланың курсиі аспандар мен жерді қамтиды дейді. Сондай үлкендігі соншалық аспандар мен жерді қамтып бәрін басып алады дейді. Бұл жерде курси дегеніміз не? Курси дегеніміз ол Аллах Тағаланың екі аяғын қоятын жер. Яғни біз жаңа сабақтың басында айттық, Аллах Тағаланың өзіне тән сифаттары бар, тән есімдері бар. Біз ол есімдер мен сифаттарды бекітеміз. Сондай Аллах Тағала өзіне сәйкес болғандай, яғни өзіне тән болғандай етіп бекітеміз. Яғни курси деген не деп сұраған кезде, ол Аллах Тағаланың екі аяғын қоятын орындық. Яғни егер де курсиі аспандар мен жерді қамтитын болса, кеңістігі соншалықты үлкендігінен сөйтіп қамтып басып алатын болса, оның одан да үлкен жаратылысы аршына турасына не деп ойлайсың? Аршы одан да үлкен жаратылыс болып саналады. Яғни бұл осы сөйлемдегі аятул курсидің мағынасы. Кейін бұл аяттың ішінде 9-шы сөйлемде «Вала яудуху хифзухума». Мағынасы аспандар мен жерлерді Аллах Тағала сақтайды.
және оны сақтауында Аллах Тағала ол ауыр емес. Яғни Аллах Тағала ол ауыр емес деген сөзі бұл жерде жоққа шығару. Аллах Тағала өзінен кемшілік болатын сипатты жоққа шығарды. Бұл сөздің қарама-қайшы мағынасы Аллах Тағала үшін барлық нәрсе жеңіл деген сөз. Аллах Тағала үшін бұл аспандар мен жерлерді сақтау қиын емес, ауыр емес. Керісінше бұдан біз түсінеміз, Аллах Тағалаға жеңіл, яғни Аллах Тағалаға қиын деген, ауыр деген сипат Аллах Тағалада жоқ. Аллах Тағала өзінен ондай сипаттарды жоққа шығарды. Сөйтіп біз Аллах Тағаладан бір нәрсе Аллах Тағала ауыр деген және бір нәрсе Аллах Тағала қиын деген сипатты жоққа шығарамыз. Керісінше бекітеміз, Аллах Тағала үшін барлық нәрсе жеңіл. Аллах Тағала үшін барлық нәрсе өте оңай. Аллах Тағала Құранда айтқандай: «Инна залика алаллахи ясир». Расында қиямет күні тірілту Аллах Тағала үшін өте жеңіл. Сондықтан да адам баласы Аллах Тағалаға бір нәрсені сұраған кезде бір ауыр көрмесін, Аллах Тағала бермейді деп. Аллах Тағаладан сұрау керек. Аллах Тағала барлық нәрсені беруші. Сондықтан да адам Аллах Тағаланы қадірлеу керек, ұлықтау керек. Аллах Тағала ұлы екенін білу керек. Ол ешқандай Аллах Тағалада ешқандай кемістік сипаттар жоқ. Аллах Тағала бүкіл кемшілік сипаттардан пәк, таза, өте алыс. Аллах Тағала тек қана пәк сипаттар, ұлы сипаттар ғана бар. Соңғы сөйлемді осы аяттың ішінде Аллах Тағала өзінің екі есімімен аяқтайды. Ол «Вахуал алийюл азим». Ол Аллах Тағала әл-Али мағынасы жоғары деген сөз. Және әл-Азим мағынасы ұлы, үстем деген сөз. Аллах Тағала әл-Али дейтін есімі бар. Яғни бұл есімнің мағынасы Аллах Тағала бүкіл нәрседен жоғары деген сөз. Яғни оның өзіне тән жоғарылығы бар, үстемдігі бар. Яғни өзінің заттылығында Аллах Тағала жоғары барлық нәрседен. Аллах Тағала барлық жаратылыстардан жоғары және өте биікте. Егер өзін бір жоғары биіктемін, өзін күштімін деп санайтын болсан, біл, Аллах Тағала сенен күшті, сенен жоғары, сенен де ұлы. Аллах Тағала өзінің заттылығында ұлы деген есімі бар. Яғни Аллах Тағала өзінің заттылығында ол ең жоғары барлық нәрседен. Және Аллах Тағала өзінің сипатында ең ұлы, ең жоғары. Оның есім сипаттары, оның есімдері өте көркем және сипаттары өте ұлы, өте жоғары. Еш нәрсе оған тең емес, еш нәрсе оған ұқсас емес. Оның сипаттары кәміл, толық болған, ешқандай кемістік жоқ, ешқандай кемшілік жоқ. Және бүкіл кемшіліктерден Аллах Тағала пәк, алыс. Және екінші есімі бұл жерде айтылып кеткен әл-Азим. Әл-Азим деген сөздің мағынасы Аллах Тағала бүкіл нәрселерден ұлы. Аллах Тағала барлық жаратылыстардан ұлы және үстем. Яғни егер де біреуден ұлымын деп, сондай бір авторитетімен, байлығымен, әдемілігімен бір күштімін деп көретін болса, ол есіне түсірсін. Аллах Тағала одан да күшті. Аллах Тағала одан да ұлы. Бүкіл нәрсе оның қол астында, оның аяқ астында. Барлық жаратылыс оған мұқтаж. Ол Аллах Тағала ешкімге мұқтаж емес, ол ұлы Аллах Тағала. Осы Аллах Тағаланың есімі, ұлы деген есімі, адам баласы егер Аллах Тағала ұлы екенін білген болса, Аллахқа мұқтаждығын көрсетеді. Аллахпен деген әдебін көрсетеді. Аллахтан сұраған кезде одан дөрекілік көрсетпейді, керісінше әдеппен, жалынумен, өзін төмен түсінумен, Аллах Тағаланы махаббатпен, ұлықтаумен Аллаға құлшылық қылады. Осы Аллах Тағаланың есімдерін білумен және Аллах Тағаланың сипаттарын білумен біз Аллахқа деген махаббатымыз артады. Және Аллахқа деген үмітіміз артады. Аллахтан деген қорқуымыз артады. Сондай мен құлшылық қылатын, сәжде қылатын, рукух қылатын Раббым осындай көркем есімдері бар, осындай ұлы сипаттары бар деп естіген кезде, білген кезде адамның жүрегінде махаббат оянады Аллахқа. Және Раббысы ол құдіретті, бүкіл нәрсе оған жеңіл екен білген кезде, және Раббысының алдында үлкен бір нығметтер бар екен білген кезде, Раббысына деген үмітін артады. Аллахтың ризалығына тырысады, Аллах Тағаланы жақсы көретін құлдарынан болуға асығады. Не үшін? Аллах Тағала оның шапағатына ие болу үшін. Сөйте Аллахтың шапағатына үміт етеді. Және Аллахтың алдына барған кезде жағдайым қандай болады деп қорқады. Аллах Тағаланың шапағатына ие бола алам ба, бола алмайым ба деп Аллахтан қорқады. Және осы қорқуы оны күнәларын тастауына себеп болады. Аллах Тағала жек көретін және ашуланатын сөздермен амалдардың жариясымен жасырын тастауға себеп болады. Осылай Аллах Тағаланың есімдерімен көркем сипаттарын білген кезде.
Бұл аятты қорытындылап айтатын болсақ, бұл аяттың ішінде біз Аллах Тағаланың 3 таухиды турасында білдік. Таухид улухия, таухид рубубия және таухид асма ва сифат. Бұл аятль курси таухидтың барлық түрлерін қамтыған. Аллах Тағаланың таухиды, яғни оны жалғыз иләх деп білу. Жалғыз иләх, одан басқа ешқандай иләх жоқ деп білу. Аллах Тағала құлшылық қылуда тек қана жалғыз өзі. Одан басқа ешкімге құлшылық қылынбайды. Және Аллах Тағала басқаруында, жаратуында, бұйыруында жалғыз өзі екенін ғана білеміз осы аятпен. Және Аллах Тағаланың көркем есімдері мен ұлы сифаттарын қамтиды бұл аят. Және бұл аятль курсиде біз Аллах Тағаланың 5 есімімен таныстық. Аллах деген ең ұлы есімі, одан кейін Әл-Хай, Әл-Қайюм, Әл-Али, Әл-Азим. Осы 5 есімі Аллахтың ұлы есімдері болып саналады. Және Аллах Тағаланың есімдерімен және оның қамтитын сифаттары, яғни бастауы жоқ, және оның аяқталуы жоқ. Аллах Тағала Әл-Хай, тірі деген, Әл-Хай дейтін есімі бар, тірі деген мағына береді. Оның тіршілігі басталғаны жоқ, және оның тіршілігінің аяқталуы жоқ. Сөйтіп біз Аллах Тағала иман келтіреміз. Және оның басқаруында Әл-Қайюм дейтін есімінің сифатында басқару, қажеттерін өтеуде Аллах Тағаланың басталуы да жоқ, және аяқталуы да жоқ. Сол сияқты Аллах Тағала әрдайым Әл-Али, бүкіл нәрседен биік, жоғары, барлық нәрседен жоғары, оның жоғары болуының басталуы да жоқ, және аяқталуы да жоқ. Дәл сол сияқты Аллах Тағаланың есімі Әл-Азим. Әл-Азим деген Аллах Тағала ұлы. Әрдайым Аллах Тағала ұлы. Әрдайым Аллах Тағала ұлы. Аллах Тағаланың ұлықтығының басталуы жоқ, және аяқталуы да жоқ. Аллах Тағала өзінен кемшілік сифаттарды жоққа шығарды. Ол қандай сифаттар? Аллах Тағаланың шаршауы, Аллах Тағаланың есінеуі деген сифат, Аллах Тағаланың ұйықтайды деген сифат. Ондай сифаттар Аллах Тағалада жоқ. Ол кемшілік сифаттар. Аллах Тағала оларды жоққа шығарды. Керісінше Аллах Тағала әрдайым қадағалаушы, әрдайым бақылаушы, ешқашанда шаршамайды, қалғымайды және ұйықтамайды. Бұл ұйықтау, қалғу, шаршау ол адамға тән болған сифат. Адамның сифаты. Егер адам шаршамаса, ұйықтамаса, есінемесе, бұл адамда болған кемшілік. Ал Аллах Тағала бүкіл мысалдардан, бүкіл сифаттардан пәк. Оның сифатында ондай сифаттар жоқ. Аллах Тағала ешқашанда шаршамайды, ешқашанда қалғымайды, ешқашанда ұйықтамайды. Бұл сифаттар, кемшілік сифаттарды біз жоққа шығарамыз. Керісінше, қарама-қайшы болған сифатын бекітеміз. Ол не? Әрдайым Аллах Тағала қадағалаушы, бақылаушы, әрдайым Аллах Тағала басқарушы. Ешқашанда Аллах Тағала қалғымайды, шаршамайды және ұйықтамайды. Адам баласы осы аятқа сүйеніп, адам баласы бүкіл әлемде болған нәрсенің бәрі Алланың әмірінде екенін біледі. Аллах Тағаланың қалауымен болып отырғанын біледі. Және Аллах Тағалаға тәуекелі артады. Аллах Тағала деген сенімі артады. Осы аяттың мағынасын түсінумен. Бұл жерде, бұл аяттың ішінде біз Аллах Тағаланың мүлкісін білдік. Қаншалықты ода мүлкі өте көп екен, өте бай екенін білдік Аллах Тағала. Және Аллах Тағаланың білімі өте кен екенін білдік. Аллах Тағаланың білімін ешкім біле алмайды, Аллах Тағала не білетін. Керісінше Аллах Тағала құлдарына белгілі мөлшерде ғана білім береді Аллах Тағала. Өзі қаласа таңдап құлдарына білім береді. Аллах Тағала ұлы, ол тәкаппар иесі, ол бүкіл нәрседен үстем, бүкіл нәрседен жоғары. Аллах Тағала курсимен арштың иесі. Аллах Тағала қабірде ертең бізде сұраған кезде, Раббың кім деген кезде, осылай Раббысын таныған адам ғана Раббым Аллах деп жауап береді. Раббысы жайлы, Раббысы турасында білген адам, ізденген адам қабірге барған кезде Раббым Аллах деп жауап береді. Субханалла. Ал егер де Раббысын білмейтін адам, ол Раббысын қадірлей ме? Раббысы риза болатын, жақсы көретін амалдарға асыға ма? Әрине жоқ. Ондай адамдар Алладан алыс болады. Ибн Қайым айтқандай, сондай бұл дүниеде бишара болып, міскін болып саналатын адам дейді, дүниеде өмір сүріп, Аллах Тағала өмір беріп, Раббысын танымай, Раббысын қадірлемей, Раббысына құлшылық қылмай дүниеден өткен адам ғана дейді. Яғни сондай бишара, міскін болып саналатын адам. Аллах Тағала осы алған білімімізге береке берсін. Аллах Тағала бізге өзіне жақындататын, өзінің тануына себеп болатын білімді бізге көбейтіп берсін. Және сондай білімді бізге еселетіп берсін. Аллах Тағала осы алған білімімізді бекер қылмасын, пайдалы етсін.
dinimizge, dünyamizge және ahiretimizge. Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdika aşhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.